Түлкі мен тырна ертегісі. Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Түлкі бір күні тырнаны қонаққа шақырыпты. «Тырна, маған қонақ болып кет», деді түлкі. Тырна белгіленген уақытта келді. «Кел, тырна, кел, сені көргеніме қуаныштымын». Түлкі тамақты екеуіне де тәрелкеге салды. «Же, тырна досым, же, ұялма». Тырна қанша тырысса да түлкінің берген тамағын жей алмады. Ұзын тұмсығымен тәрелкені ары тоқылдатып, бері тоқылдатып, тамақты татып та көрмеді. Түлкі өзінің тәрелкесіндегі тілімен жалап жеп қойды да тырнаға айтты. «Кешір, тырнажан, саған беретін басқа еш нәрсе жоқ». Тырна: «Жарайды, сен де маған қонаққа кел», деді тырна. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келді. «Амансың ба, тырнажан, жағдайың қалай, бәрі жақсы ма?» деді түлкі. «Қайырлы күн, түлкішек, сені күтіп отырмын». Тырна түлкіні үйіне кіргізіп, үстелдің үстіне сұйық тамақ қойып, биік, жіңішкен құмыраны беріп айтады: «Же, түлкіжан, же, ұялма, шамам келгенше дәмді дайындауға тырыстым». Түлкі құмыраның ар жағынан бір, бер жағынан бір шығады, ал құмыраның мойны жіп-жіңішке ұзын. Түлкінің тұмсығы ең болмаса тілімен жалауға да жетпеді. Ал тырна тамақты ұзын тұмсығымен ішіп жатып, түлкіге қулана қарап қояды. «Түлкі, сен неге ішпейсің? Менің тамағым ұнамай ма?» Түлкінің көңіл күйі түсіп, қоштаспастан есікті қатты жауып шығып кетті. Ал тырна болса қанатын қағып қала берді. Содан бері тырна мен түлкі дос болмайтын болды. Достар, ертегі ұнаған болса, каналға жазылып кетуді ұмытпа.